Ассалаумағалейкум ардақты ағайын. Қазақ ордасы арнасында кезекті апталық шолу. Бүгін біз сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігін айыптаған Арыстанбек Мұхамедиұлы атамекенін аңсаған этникалық қазақтар, Әлтаевтың ұсталуы, Көлгіновтің қызметінен кетуі, Абай облысындағы алапат өрт және тағы басқа тақырыптар туралы әңгіме өрбіттекпіз. Ендеше кеттік. Осы аптада сыбайлас жемқорлыққа қарсы агенттік бұрынғы министр Арыстанбек Мұхамедиұлының дипломат қонақүйін рейдерлік жолмен басып алып, үшінші тұлғаларға қайта жазуға мәжбүрледі деген даулы пікіріне қатысты түсініктеме берді. Бұған дейін бұқаралық ақпарат құралдарында, әлеуметтік желілерде Мұхамедиұлына қатысты сот процесінен сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметкерлерін дипломат қонақүйін үшінші тұлғаларға қайта жазуға және 111 миллион теңге сомасында залалды өтеуге мәжбүрлеу туралы ақпарат тарады. Антикор дерегі бойынша бұл ақпарат шындыққа жанаспайды. Еске салайық, Арыстанбек Мұхамедиұлына Үндістанда өткен алтын адамның әлем музейлеріне шеруі жобасы аясында 221 миллион теңге қаржы жымқырды деген айып тағылды. Қазір қылмыстық іске қатысты дәлелдемелер жиналып, іс-әрекеттердің біліктілігі прокуратура органдарымен келісілген. Экс-министрдің әрекеттеріне қорытынды бағаны сот береді. Сондай-ақ, оған жала жабу фактісі бойынша сотқа дейінгі тергеуді бастау туралы мәселе шешіліп жатыр. Мұхамедиұлының даулы мәлімдемесі жалғасын тапты. 8 маусым күні Байқоңыр ауданының номері 2 елордалық сотында сот отырысы өтіп, Астана қаласы бойынша сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметтің тергеу басқармасы бастығының орынбасары Айдос Төлендиевтен жауап алынды. Ол қамаудағы экс-министрге ешқандай қысым көрсетілмегенін айтты. Сотталушының дәлелдермен келіспеймін деген ол қолданыстағы заңнама аясында жұмыс істегенін атап өтті. Атамекенін аңсаған азаматтарға ақжолтай жаңалық. Құлақ түріңіздер. 2023 жылдың шілдесінен бастап өзге елде тұратын этникалық қазақтар ата жолы картасын алып, Қазақстанға оңайлатылған кіру мүмкіндігін пайдалана алады. Ата жолы картасының иегерлері елге кірген кезде 10 жыл мерзімге тұруға рұқсат берілген. Ата жолы картасы бар этникалық қазақтың қандастардан айырмашылығы, ол басқа елдің азаматы бола тұра Қазақстан Республикасының азаматтармен және қандастармен тең құқыққа ие. Айта кетейік, мұндай картасы бар адамдардың мемлекеттік органдар мен жергілікті өзін-өзі басқару органдарына сайлауға және сайлануға, республикалық референдумға қатысуға құқығы жоқ және мемлекеттік қызметке кіре алмайды. Ел тірегі боламын деп жүрген Нұржан Әлтаев ұсталды. 7 маусым күні сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет жасырын іс-шаралар кешенінің нәтижелері бойынша экс-вице-министр Нұржан Әлтаевты аса ауыр жемқорлық қылмыс жасады деген күдік бойынша ұстаған. Ол еңбек және әлеуметтік қорғау вице-министрі, кейіннен Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің депутаты ретінде жүйелі негізде Атамекен ұлттық кәсіпкерлер басқармасының басқарма төрағасы Мырзахметовтен аса ірі мөлшерде пара алды деген күдікке ілінді. Агенттіктің баспасөз қызметі 2018-2020 жылдар кезеңінде жауапты мемлекеттік лауазымдарды атқара отырып, ол Мырзахметовтің мүддесі үшін әрекет еткенін, оның ұйымына мемлекеттік тапсырыстарды алуына ықпал етіп, жалпы қамқоршылық көрсеткенін хабарлады. Әлтаев Астана қаласы полиция департаментінің уақытша ұстау изоляторына қамалды. Тергеу жалғасып жатыр. Осы аптада Алтай Көлгінов президент жарлығымен Қазақстан Республикасы премьер-министрінің орынбасары лауазымынан босатылды. Көлгінов бұл қызметте 2022 жылдың 9 желтоқсанынан бастап отыр еді. Баршаға белгілі, еңселі елорда жұртшылығы ауыз суға жармай келеді. Премьер-министрдің орынбасары ретінде бұл мәселені шеше алмағаны қызметтен кетуіне себеп болды ма екен? Қалай ойлайсыздар? Комментарийге жазыңыздар. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі Тамара Дүйсенова премьер-министрдің орынбасары болып тағайындалды. Саяси тәжірибесі мол маманға сәттілік тілейміз. Бір қызығы, елордада ауыз су мәселесі туындаса, елдің шығысында атап айтар болсақ, Абай облысында орман өрті
басылмай тұр. Абай облысындағы алапат өртке байланысты мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың 11-13 маусым күндері Вьетнамға жоспарланған ресми сапары кейінге шегерілді. Президент шұғыл кеңес өткізу және алапаттан азап шеккен ағайынға көмек көрсету шараларын қабылдау үшін Абай облысына баруды жоспарлап отыр. Қазақстанда қысы жазы болатын төтенше жағдай сөзіне елдің де еті үйреніп кеткен секілді. Бүгін мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев төтенше жағдайлар министрі Юрий Ильинді қызметінен босатты. Қазіргі кезде өрттің жалпы ауданы 60 мың гектардан асады. Тілсіз жауды ауыздықтауға 800-ге жуық адам, 190 техника және 8 тікұшақ тартылған. Өрт аумағындағы ағайындарға амандық тілейміз. Сабырлы болыңыздар. Дикий Арман лақабатымен танымал Арман Жұмагелдиев азаптау фактісі бойынша құқық қорғау орындарына қарсы сотта жеңіп шықты. Ақпаратты Арман Жұмагелдиевтің адвокаты Олег Чернов Қазтаг басылымына хабарлаған. Айта кетейік, бас прокуратура Арман Жұмагелдиевтің ұлттық қауіпсіздік комитетіндегі куратордың нұсқауымен жұмыс істеген анықтаған еді. Ол билікке талап қою үшін халық кеңесін құру туралы тапсырма алған. Бүгін елдің елеусі және қоғам қайраткері Бердібек Сапарбаев дүниеден озды. Айта кетейік, Бердібек Сапарбаев Қазақстанның 5 өңірінде Қызылорда, Оңтүстік Қазақстан, Шығыс Қазақстан, Ақтөбе және Жамбыл облыстарында әкім болды. Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Бердібек Сапарбаевтың отбасы мен жақын туыстарына қайғыра көңіл айтты. Біз де өз тарапымыздан марқұмның отбасына көңіл айтамыз. Ер есімі ел есінде қалады деген үміттеміз. Ардақты ағайын, құрметті көрермен, осымен Қазақ Ордасы YouTube арнасының бүгінгі апталық шолуы тәмам. Ағайын, анығын білсін десеңіздер, осы бейне жазбаны таратыңыздар, каналға жазылыңыздар, қоңыраушаны басыңыздар. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын ағайын.